Арыстанмын, ай батыма кім шыдар? Жолбарыспын, маған қарсы кім тұрар? Көкте бұлт, жерде желмін гулеген, жел еркесі, жердің жөнін кім сұрар? Қандай тамаша шумақтар дейсіздер ғой, айтпаңыздаршы. әрине. Әрине, қыздар. Қайрат келді ғой. Құрметті студент жастар, Мағжан Жұмабаев атамыз айтпақшы, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін деген емес пе? Сол Мағжан Жұмабаев атамыз сенген жастар, мына біз, қазақ жастары. Айтарлықтай ақын болмасақ та, ақындыққа жақын адамдар біздің арамызда да бар. Ендеше талантымыз текке кетпесін десек, өлең қасиетін ұғатын жастарды жинап, мүшел өткізсек қалай қарайсыңдар? Табылған ақыл екен Қайрат. Ортамызда елін, жерін сүйетін жастар өте көп. Екеуміз бәстесейік, бәрін ұйымдастырайық. Сонда бәрінің өлеңі туған ел, туған жер жайында болатынына мен сенімдімін. Ой, оны да айтасың-ау. Қайрат, осындай құлпырған қыздарымыз тұрғанда, ең алғашқы тақырып махаббат лирикасы болмай ма? Жарайды досым, қасиетті қара өлеңнің қадірі қай тақырыпта болсын кеммейді ғой, тек жүрегімізден шықса ғана болғаны. Нақ тұрсыңдар, анда Қонаевтың орнына қолбен отырмақшы. Қазақты бөтен біреу басқарады деген не сұмдық? Жүріңдер. Бұл не сұмдық? Қазақты басқа біреу басқарады дейді. Қазақты басқұл төкілі басқаратындай. Қазақ ұлты әлі өлген жоқ қой. Бұлай тұрғанымыз жарамас. Жүріңдер достар, намысты қолдан беріңдер. Дұрыс айтасың аға, жүріңдер. Кіруге бола ма? Кірсін. Бауыржан Рашидұлы, мына Рысқұлбековтың жағдайын бір жақты ету керек. Білмеймін, бәлкім шақырту керек оны. Шақыртыңыздар. Кіріңдер. Сонымен Қайрат, алаңға ескертуші шығып, студенттерді азғырып жалған патриот атанбақшы болдың ба? Бұл не деген арсыздық? Саған басшы кім болса да бәрібір емес пе? Сізге бәрібір шығар. Кеудемізде ұлттық намыс жоқ болса, онда хайуанмен тең болғаныңыз ба? Жайылатын малды кім жайса да бәрібір. Ал біз қазақпыз, ұлтпыз. Соны сіздің түсінуіңізді сұраймын. Ей, сен мына жалған намысымен ешқайда бармайсың. Сендей бүлікшіні соттау керек. Сен мына түріңмен ешқайда оңбайсың. Сіз не деп тұрсыз? Қайраттың қандай сөзет екенін көріп жүрсіздер ғой. Адамды қаралау арымызға сын емес пе? Кім білет, бәлкім сен Қайратқа бізден гөрі жақын шығарсың. Сіз не деп тұрсыз? Бұл Қайратқа. Өздерін қараш. Ей, сені Советскийдің өліміне тікелей қатысы бар деп іздестіріп жатың. Алаңға шыққандарыңызда енді кісі өлтіріпсіңдер ғой. Не? Адам өлтірді дейді? Адам өлтіргенім жоқ. Қазақтың қайсар қыздарын шаштарынан жұлмалап, мұзға отырғызып, азаптап жатқанына мен төзе алмадым. Сіз қазақсыз, сіз де қазақсыз. Егер менің орнымда болсаңыз, қазақ қыздарының азапталып жатқанына қарап тұрар ма едіңіздер? Ал енді қалай сарайтын сот шешеді? Ал қазір боссың. Шық бөлмеден. Бұны хаттамаға жазып қою керек. Жүріңіз. Ұлтшылын қараш. Алматы алаңындағы дүрбелең басылар емес.
Колбенді тақтан тайдырмақшы болған қазақ жастарының екпіні басылмады. Советскийдің өлтіріліміне тікелей қатысы бар деген айыппен Сәулет Түріс академиясының 1-ші курс студенті Қайрат Рысқұлбеков Ноғайбайұлы іздестіруде. Жоқ, кісі өлтірген емес. Бұл жалған жала. Не деп жатыр Ноғайбай? Ай, Ноғайбай, бұл радио не деп жатыр? Қап, мына үкіметті-ай. Мүмкін емес қой оны. Анашым, амансыз ба? Балам! Ұлым кел. Анашым, сағындың ба сізді? Амансың ба, ұлым? Анашым, Іздедім әке, ғой мен сені. қалыңыз қалай? Қайрат, ұлым! Анашым, анашым, не болды анашым? Қайтар, кісі өлтірген емес. Бұл жалған жала. Мені ондайға барады деп ойлайсыз ба анашым? Айтасың. Жоқ анашым, оның бәрі шала анашым, анашым жаман. Теңгерші маған. Жақсы анашым. Бәрі жақсы. Қайрат Рысқұлбек осы үйде тұра ма? Мен екен Қайрат Рысқұлбеков. Жоқ, ұлым. Сен бізбен бірге бөлімшеге Жоқ, кіресің. ұлым. Ұлым! Әке, Алматыда дүргелем болып жатыр. Ол рас. Бірақ Қайратта ондай шығуы мүмкін емес. Бұл жалған. Анашым, анашым, жыламаңызшы, анашым. Бекем бол. Анашым, анашым, жыламаңызшы. Анашым, Да кетті ғой бұлар. анашым. Ей, күшік, өмірімен қоштассың деп есептей бер. Алаңға жастар шығарған сен ба? Советскийді өлтірген сен ба? Мойында. Саған 2 сағат береміз. Бәрі мойында. Мойындамасаң. Тұр сүмелек. Ей, сүмелек, сен әлі отсың ба? Сен сыбайластарың кім? Осыған аз болады. Айт қане. Сен ол бұл істі жалғыз істеген жоқсың. Аға, өтініш аға мұнда келші. Жоқ, болмайды. Өтініш аға, тек мына хатты жазылған мекен-жайына жіберсеңіз болды аға, өтініш. Жоқ, болмайды. Бір қойса басым кетеді. Өтініш аға, соңғы бітім сізде аға, өтініш. Алшы аға. Жақсы, жарайды. Бірақ сен мені көрмедің, мен сені көрмедім. Жарайды аға. Құрметті қарагөз қарындастар мен жылы жүзді жеңгелер. Анашым менің.
шын жүрек ақ көңілмен алғашқы көктемнің күлімдеген мерекесі 8 март халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын. Қамқоршы қайның және ағаларың, жәрдем берер жағаларың қыздар үшін тар қапасқа келіп түсті. Тұлпарлар. Асыл анашым, мына хат сендердің қолдарына жетер жетпесін кім біледі. Егер де жетсе, сендерді жақсы көретінімді айтқым келеді. Сенің ақ сүтіңді ақтай алмай кеткеніме өкінемін. Әттен сенші маған анашым. Жаман еш нәрсе жасағаным жоқ. Кісі өлтірді деп жатқандары жала. Менің айыбым ұлтымыздың намысын таптатқым келмегені. Алаңға шыққан әрбір қызды өзімнің қарындасымдай көрдім. Оларды мұзға отырғызып, шаштарынан жұлып, үстеріне су шашқанда, ағатайлар көмектесіңдер деп қолын дауыстары шыққанда, ет жүрегім езілді. Уақыт өтер, бәрі өзгерер әлі. Еліміз егемендікке қол жеткізсе, бейбіт заман орнайтынына сенемін. Қош бол анашым, қош бол қарындастар, қош бол халқым менің. Ел тосқан түрде келетін мүлде жайдарлы, сол жылы бірақ әдеттен жырақ көрінді шынық айбарлы. Тоңдырды мені, тоңдырды сені, жел топсан желі ызғарлы. Солдырды гүлді, оңдырды нұрды, көңілде мұңды із қалды. Маңыра бүгін өзге бөтен ауызға. Тоңдырды мені, тоңдырды сені, жел топсан желі ызғарлы. Солдырды гүлді, оңдырды нұрды, көңілде мұңды бағалы күн жерленсілген егер